жақындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты Иә. заң қабылданды ғой. Иә. Ол бір пәленбай уақыт жана мәжілісте жатты, одан кейін сенат 1-2 ай қарап, содан кейін соңында президент қол қойды. Жалпы сол заңға деген көзқарасыңыз қалай аға? Кішкене мынау әйелін ұратын, үйде бір айқай шығаратын ер азаматтарға деген бұрын енді 15 тәулікке қамалса, қазір енді қылмысты бұрын әкімшілік еді ғой, оны қылмыстыққа ауыстырды. Осы тұрғыдан аға. Сіз жалпы сол заңмен оқып бүйтіп танысып сырттай болсын көрдіңіз бе? Иә, мен ол заң мен таныспын. Ол заң туралы мен өзім бір мәлімдеме жасаймын деп жүрмін жақын арада. Себебі үкімет бұл заңды қабылдағанда мынандай сұрақ туындайды. Қандай мақсатпен істеп отыр? Кімнің мүддесін қорғап отыр? Бұл ешқандай әйелдердің құқығын қорғайтын заң емес. Бұл ешқандай балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заң емес. Бұл қазақ ұлтын жоюға бағытталған заң. Рухани азғындап жатыр халық. Бұны одан бетер азғындатып, малдың емес, хайуаннан да төменгі деңгейге түсіретін заң бұл. Мен бұны ресми түрде мәлімдей аламын. Дәлел керек па? Қазір-ақ дәлелдеп беремін мен. Бұл отбасын ойрандататын заң. Міне, мемлекеттің тірегі отбасы, біздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, ұлттық құндылықтарымызды жоятын, отбасын ірітіп шірітетін заң. Бала мен ата-ананы бір-біріне қарсы қоятын заң. Әйел мен еркегін бір-біріне қарсы қоятын заң. Сөйтіп, мына қоғамды ірітіп шірітіп, қазақ деген ұлтты жоюға бағытталған заң. Бұл заң кездейсоқ шыққан жоқ. Мына тәуелсіздік алғалы бірнеше рет ұлтты жоюға бағытталған акциялар болған, осындай бағдарламалар болған үкіметтің. Есіме түскендерін айтайын. Алғаш рет мына тәуелсіздік алған жылдары қазақстандық ұлт боламыз деп бастама көтерді кәсіпкерлер. Ол енді бір кәсіпкердің отырып басына келген жоқ қой ол. Иә. Сөйтіп қазақстандық ұлт боламыз, енді қазақ деген ұлт болмайды. Сол кезде бүкіл енді Мұхтар Шаханов ағамыз бастаған зиялы қауым өкілдері қарсы шықты. Асанәлі Әшім ағамыз бар. Ашық жариялауға дейін барды ол кісілер. Содан кейін билік райынан қайтты. Түсінді. Бұл заңға қарсы адамдар бар екен. Халық көтеріліп кетуі мүмкін екен деп. Одан кейін тағы бір үлкен бұлар бастама көтерілді, ұлтты жоюға бағытталған. Бұл заң бойынша енді сіз балаңызға ұрса алмайсыз. Балаңызды шапалақпен ұра алмайсыз. Олай жасайтын болсаңыз жазаланасыз. Себебі балаңыздың өз таңдауы бар. Ол сізді тыңдауға міндетті емес. Сіз ештеңе істей алмайсыз. Балаңызға шапалақпен құйрығынан бір сабан ұрдыңыз ба? Бітті. Мен сізге айтайын, 200 қателеспесем 80 МРП дейді, 250 мың теңге штраф төлейсіз. Қайталанды ма 700 мың төлейсіз. Отырғызады 25 суткаға. Балаңызды тартып алады. Тартып алғанда да сіз қайда кеткенін білмейсіз. Құпия ұстайды оны. Не үшін дейсіз ба? Себебі айтайын. Бұл өте қазақ ұлтына бағытталған өте қауіпті заң. Бұны бір сөзбен айтып жеткізем ма? Мен кішкене ашуланып отырмын. Осы заң жайлы айтсам. Бұл енді менде іздендім ғой. Бұл заң қайдан келді? Бұл заңды шығарудағы мына үкіметтің алдына қойған мақсаты не? Мүддесі не? Кімнің мүддесін қорғау үшін шығарып отыр бұл заңды? Сөйтсем, бұл заңның бәрі батыста шыққан екен. Бүгінгі күні батыстың адамдары рухани азғындаған, сондай бір хайуанның деңгейіне түсіп кеткен деген сияқты сөздер бар ғой. Бәрінің шығуына осы заң себепкер болған екен. Осылай шығарған екен. Бұл заңның негізгі мақсаты баланың құқын қорғау емес, бір жынысты некелерді насихаттау. ЛГБТ дейді, гейлер бар, жаңағы көгілдірлер бар, гомосексуалисти дейді, лесбиянка дейді, итбай, шортбай, трансгендер бар. Мына бір жыныстан екінші жынысқа. Міне, солардың мүддесін қорғайтын заң. Соларды бізге тықпалап отыр. Міне, біздің өкімет не істеп отыр? Парламенттегі депутаттар не істеп отыр? Олардың мүддесін жаңағы жын ойнақтар бар ғой. Енді қара, балалар не істейді бұлар? Дәлше айтам мен.
батыста. Енді қараймыз ғой, батыста шыққанда Иә. нәтижесі не болыпты? Жақсы болса, жақсы болыпты деп қол шапалақ дейміз. Жаман болса, жамандығын айту керек. Сен ол жерде ештеңе дей алмайсың. Кеше бір ағылшынның әйелі жылап отыр. Менің балам 12 жастар наркотикпен увлекаться етеді деп жаңағыдай. Мен оған қой деп айта алмаймын дейді. Себебі мен құқым жоқ дейді. Оның өз таңдауы бар дейді. Кеше ғана немістер келді Қазақстанға, айтып отыр. Менің балам дейді. Үйге келіп 15 жасар досымен келіп, бүгін бізді мазаламаңдар. Біздің бүгін бірінші брачный ночь деп айтты дейді. Мен оған қой деп айта алмаймын дейді. Себебі заң не позволяет. Мен отырғызады дейді. Қой деп айтсам дейді. Міне, бұл заңның қандай қазақ үшін қасіреті бар екені. Бұны біздің биліктегілер түрлі шоу жасап, алдап, заңның екінші жағын ғана көрсетіп, осы заңды қабылдап отыр. Мысалы, мынандайда сен базарға барып, сіріңке немесе пышақ сатып алдың дейік. Одан кейін сен маған айтасың, пышақ деген жақсы ғой, мен нан кесемін, ет тураймын, мына тағысын тағылар, деп айтасың маған. Бірақ сен қылмыскер болып ол пышақпен біреуді өлтіру үшін алған шығарсың. Міне сондай мынау заң. Мынандай не бар ғой? Мынандай, қалай айтайын? Павлин. Павлиннің қауырсыны қанша құлпырып әдемі болып тұрғанмен, оның астында бәрібір тауықтың көті бар демекші. Мына заңның қанша керемет қылып жеткізгенмен бізге, бұның астарында ұлтты жоюға бағытталған саясат жатыр. Біздің өкімет ойлап тапқан жоқ. Бізге батыстың саясаткерлері қысыммен өздерінің несін навязать етіп отыр. Сол үшін біз халықтың көзін ашуымыз керек. Мына заңды президент түгілі басқа біреу қол қойса да, біз бұны отменять еткізуіміз керек. Президент өзіне президент. Ол халық үшін, біз үшін қызметші. Президент қол қойды деп қарап отырмаймыз біз. Біз бұны міндетті түрде тоқтатамыз. Бұрын бұл жаңағы осы ата-аналар отбасы туралы кодекстің 108-ші, 109-ші баптары әкімшілік шара болатын. Сен ұрсаң, балаңа тіліңді алмай қойса, сен ұрсасың, әкімшілік. Ал енді сол қылмыстық жауапкершілікке ауыстырылды. Не үшін? Баланы алып қою үшін. Сен енді ұрса алмайсың. Балаң тіліңді алмаса, сен балаңа айтасың, барып ана магазинге барып келші, ол айтады, бармаймын дейді. Болды. Тыңдамайды. Балаң айтады, мен айтпайды саған да. Таңертең келеді. 14-те қызың түнгі сағат 3-те келеді. Сен қайда жүрсің деп айтуға құқың жоқ. Мынау заң бойынша, заңда тұр жазулы ол. Мен ойдан шығарып отқан жоқпын. Міне мына заңның несі қандай. Себебі баланың өз таңдауы бар дейді. Бітті. Егер осы жерде сен балаңа ұрсып, зәбір көрсетсең жаңағыдай, ұрып дегенде шапалақпен ұрған, қатты ұрудың керегі, шапалақпен бір рет құйрығынан бір салдың ба, бітті. Балаңды алып қояды. Алып қойғанда да жай алмайды. Сен оны көрмейтін қылып алады. Оқшаулап тастайды ғой. Оқшаулап тастайды. Онан кейін бұны мыналар қайтадан заң қабылдайын деп профессиональный не дейді? Отбасы дейді. Профессиональный отбасын айтайын. Бұл деген үкімет ақша береді оларға ше. Ақша береді, сол отбасы сенің балаңды асырайды. Енді қара, батыста не болып жатыр? Жаңағы бір жыныстылардың құқын қорғайтын заң дедік қой. Ол бір жыныстылар болғанда екі еркек үйленеді, оларға да бала керек. Екі қатын үйленеді, бір-бірімен, оларға да бала керек. Ол қайдан алады баланы? Осы жақтан алады. Міне, үнкен не болып шығады ана бала? Қазір мына заңның жемісі, мынау енді бірінші тағы бір ступенкасы ғой мынау. Келесі ступенкалар, айтпақшы бұл бастамасы болған ана бір жылдары, бірақ оны қайтадан алды. Мектептерде секс сабағын үйретпекші болды. Жыныс қарым-қатынасқа барудың жолдарын үйретейін деді. Онан кейін ана мүшәқапты дейміз, жоғары сынып оқушыларына тегін таратпақшы болды. Ойбай деп қоғам шулағаннан кейін қойды. Батыста не болып жатыр? Балабақшадан бастап мына жыныстық қарым-қатынасқа түсуді үйретеді. Кімдерге қандай жыныстық қатынасқа екенін білесің ба? Ер мен әйелдің емес, ер мен ердің, қыз бен қыздың. Міне осыған келе жатыр. Келесі қадамдары мынаны қазір тоқтатпайды. Сондай болады. Балабақшадан бастап сондайларды үйрететін болады. Онан кейін қандай қоғам болады ертеңгі күні? Хайуанда бір-бірімен ондайға бармайды ғой. Мынау сан өте қазаққа жат, даже Құранда да жазылған, үйтуге болмайды деп.